Түн ортасында біреу есікті қақты, бірақ есіктің алдында ешкім жоқ еді. Менің әжем баяғыда қайтыс болған, бірақ сол түні оны тірідей көрдім. Түнде біреу сыбырлады: балам. Ал үйде мен жалғыз едім. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Мен жазғы демалыста әжемнің ескі үйіне бардым. Ауыл шетінде, зиратқа жақын тұрған сол үйді бәрі қара үй деп атайтын. Себебі ол үйде бір кезде жалғыз тұратын қарт әже жұмбақ жағдайда қайтыс болған екен. Ауыл адамдары ол әжені қара әже дейтін. Неге екенін ешкім ашық айтпайтын. Тек түнде терезеден қараушы еді деген сыбырлар ғана бар. Үйге кіргенде біртүрлі салқын сезім болды. Жаз болса да іші ызғарлы еді. Еден сықырлайды, қабырғадағы сағат тоқтап қалған. Сол түннен бастап бәрі өзгерді. Түн ортасында сықырлаған дыбыстан ояндым. Алдымен жел шығар деп ойладым. Бірақ терезеден біреу баяу тырнап жатқандай болды. Пердені ақырын аштым. Сыртта ешкім жоқ. Бірақ терезе әйнегінде іш жақтан түсіп тұрған қара көлеңке бар еді. Мен жалғызбын ғой. Көлеңке менің артыма ұқсайды. Бірақ мен орнымнан тұрған жоқпын. Келесі түні ас үйден ыдыс сыңғыры естілді. Қарасам, үстелде шай қойылып тұр. Бумен шығып тұрған ыстық шай. Балам, шайыңды іш деген қарылғыңқы дауыс сыбырлады. Дауысты анық естідім. Бұл менің әжемнің дауысына ұқсайды. Бірақ менің әжем тірі. Ал бұл үйдегі әже баяғыда қайтыс болған. Ас үйдің бұрышында қара шәлі жамылған бір бейне отырды. Бетін көре алмадым, бірақ ол маған қарап күліп отырғандай сезілді. Жуынатын бөлмеге кіріп, айнаға қарадым. Алғашында бәрі қалыпты, бірақ бір сәтте айнадағы менің орныма әже тұрды. Көзі аппақ, ерні көгерген, бетінде суық күлкі. Мен айқайлап көзімді жұмдым. Қайта қарасам өзіммін. Бірақ айна бетінде саусақпен жазылған сөз пайда болды: кетпе. Ертеңіне ауылдағы көрші ападан сұрадым. Ол үнсіз қалды да ақырын айтты. Ол әже жалғыздықтан жынданған. Түнде зиратқа барып біреумен сөйлесетін. Соңғы күні мен жалғыз қалмаймын деп айқайлаған. Сол түннен кейін оны ешкім тірі көрмепті. Бірақ кейбіреулері терезеден әлгі күнге дейін қара шәлілі әжені көреді екен. Соңғы түнімде есік өзінен өзі ашылды. Үйдің іші қараңғыланып кетті. Ауа мұздай болды. Дәліздің соңында сол әже тұрды. Бұл жолы беті анық көрінді. Көзі терең, қара қуыс. Ауызы баяу қозғалады. Сен қаласың. Мен есікке қарай жүгірдім. Бірақ есік жабық. Арт жағымда суық қол иығыма тиді. Көзімді ашсам таң атыпты. Мен еденде жатырмын. Бәрі тыныш, ешқандай әже жоқ. Бірақ айнаға қарасам, көзімнің астында қара көлеңке бар. Ал терезе әйнегінде бір із қалған. Сырт жағынан емес, іш жағынан. Ал сол күннен бастап түнде кейде біреу сыбырлайды: балам. Және мен кейде өзімді жалғыз емес сияқты сезінемін. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.